Құрметті тыңдаушы, кейбір себепке байланысты мақаланың сөздерін өзгертуіме тура келді. Сол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Миымызға шектеу қоймай, қалай ойлау мүмкін? Біздің әр нәрсеге толық күші жететін жаратушымыз бар ғой. Оған мүмкін емес нәрсе жоқ. Миға шектеу қоймай ойлау дегенде, адамға еркіндік сыйлайтын қуат, күш бар. Миға шектеу қоймай ойлауда адамды шексіз пікірлеуге үйрететін барлық нәрсені табу мүмкін. Жаратушымызға мүмкін емес нәрсе жоқ. Оның мұқтаждығы жоқ, және оған мүмкін емес нәрсе жоқ. Мен бір-бірде Барри Нейл Кауфман және әйелі Сьюзи ұлын аутизмнан емдегені туралы айтқанмын. Мен туғаннан көзі соқыр болған Мейер Шнайдерге, дәрігерлер дауасыз деп диагнозын қойғанына қарамай, ол қазіргі күнде жаңадан көру қабілетін арттырады және басқа да сол секілді ауру адамдарға көмек бере жатқаны туралы айтайын. Қорытынды, қалай миымызға шектеу қоймай ойлауға болады? Миға шектеу қоймай не туралы ойлаған болар едіңіз? Не жасар едіңіз? Нені сөйлер едіңіз? Жаратқан сіз сұраған, сіз армандаған нәрсені беруге дайын. Сіз оны алуға дайын емессіз. Сіздің миыңызда шектеу бар. Ол қандай шектеу алып тастаңыз? Сіз ойлаған, не армандаған нәрсенің қалай келетініне қайғырып та отырмай шектеу қоймай ойлаңыз. Ол беретін нәрсені де санмен шектемеңіз. Миға шектеу қоймай ойлағанда не жасаған болар едіңіз? Бұл ғажайып сұрақты өміріңіздің әр саласына қолдансаңыз болады. Өзара қарым-қатынасыңызды қалай қорған болар едіңіз? Жамағат жерде өзіңізді қалай ұстаған болар едіңіз? Бұлар елестетуіңізді дамыту жолындағы жаттығулардан да күштірек әсер етеді. Бұл жаттығу жүрегіңізді кең ашуға да мүмкіндік береді. Егер мен миға шектеу қоймай ойласам, барлық нәрселер туралы ойлаймын. Мысалыға, ракты емдеу мүмкін бе? Әрине, лотереядан миллион ұту мүмкін бе? Бұл өте оңай. Бұл дүниеде аштық мәселесін шешуге бола ма? Мәселе жоқ болады. Күмәнсіз, кең көлемдегі мақсаттарды амалға асыру бұл басқа тарих. Сол үшін артқа қайтып, үйімізге, тұлғалығымызға, сізге және өзімізге қатысты пікірлерімізге назар аударайық. Мен Джон Херри Чаранмен жұма күні түс кезінде телефонда сөйлестім. Ол менің жан досым және кеңесшім. Сол күні ол лабораториясында отырып, маған тезірек бір кітап жазуыма кеңес берді. Біз бірнеше уақыт қандай кітап жазу туралы талқыладық. Оның айтуынша кітап машхур, танымал болуы керек. Ол маған ақша табудың үлкен сыры деген өзіне оқушыны тартатын кітап жазуымды ұсынды. Мен оған ештеңе демедім. Себебі осы мақала негізінде кітап жазу идеясы қашаннан бері туған еді. Мен бәрін ойлап қойған едім, тек Джонның достық түрткісі жетіспеген еді. Ертесіне мен кітап жазуға кірісіп кеттім. Қысқасын айтқанда, миыма шектеу қоймай ойлағаным үшін кітапты жазуым тездетті. Кітап демалу күні дайын болады. Жаман емес қой, иә. Енді сізге қайтайық, егер миыңызға шектеу қоймай ойласаңыз қазір не істеген болар едіңіз? Сіз ақша беруді қалайсыз ба? Беріңіз және беріңіз. Сіз кітап жазуды қалайсыз ба? Жазыңыз. Сіз кәсіпкерлікті бастамақшысыз ба? Бастаңыз. Шектеу жоқ. Тек миға шектеу қоймай жасаңыз. Жаратушыңыз сіздің күре тамырыңыздан да жақын емес па? Менің жеке тәжірибемнен мәлім, майда 10 сомдықтарды беру себебі ешқашан жетерлік анықталмаған. Әр кезде ғибадатханаларға өз ихтиярыңызбен садақа бермегеніңіз үшін ризашылық және махаббат сезімдерін сезіне алмайсыз. Садақа беріп жатқанда кезектегі салық ретінде қарағаныңыз үшін де ісіңізде өсу болмайды.